CS2 бойынша Blast Premier Fall Final 2023 жеңімпаздары кім? Eminem мен Fortnite коллаборациясы. Team Vitality Face Clan'ның 18 жеңістен тұратын винстереген бұзды ма? Бұл Сайбер алаңның 12-ші жаңалықтар топтамасы. Бізбен бірге болыңыздар. Киберспортқа қатысты жаңалықтарды жіберіп алмасы үшін біздің YouTube арнамызға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Ал бүгінгі 12-ші шығарылымның демеушісі Kingston Fury компаниясы. Және осы компанияның атынан біз бүгін сіздерге керемет сыйлықтар салынған сөмкені тағы да ойнатамыз. Оны қалай ұтып алуға болады, білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Ал кеше біз өткен шығарылымдағы ұтыстың нәтижесін жариялаған болатынбыз. Видеоны әлі көріп үлгермеген болсаңыз, біз оны Instagram парақшамызға сақтап қойдық. Сәлем, бұл Сайбер алаң және оның жүргізушісі мен Арушан. Біз бүгінгі шығарылымда түсірердің алдында сіздерге өткен шығарылымда HyperX'тен осындай керемет ойын кілемшесін ойнатқан едік. Соның нәтижесін жариялауды жөн көрдік. Қазір біз нәтижесін білеміз. Мынау өткен аптадағы шығарылымның видеосы және ойын шартына сәйкес осы видеоның астына комментарий жазған адамдардың ішінен біз кездейсоқ таңдап алуымыз керек жеңімпазды. Видеоның ссылкасын көшіріп алып, мұнда рандомайзерге салап. Көріп отырғандарыңыздай біздің YouTube арна шықты. Қазір комментарийлердің арасынан жеңімпазды таңдаймыз. 1, 2, 3. Жеңімпаз бізде Double Go 02. Комментарийге CS2 деп жазған екен. Сізді шын жүректен құттықтаймыз. Ал енді осы сыйлығыңызды біз сізге жеткізуіміз үшін жаңағы жазған комментарийіңіздің астына өзіңіздің электрон почтаңызды немесе Instagram парақшаңызды қалдыра кетіңіз. Тағы да құтты болсын. Қазақстан Республикасының күзгі кубогын қорытындылайтын кез келді. EA Sports FC 24 дисциплинасы бойынша Олжас Жасик FIFA 09 Есентаев, Counter-Strike 2 бойынша Vanguard 1xBet командасы, Cloud9 командасы MLBB ойынында, ал Gorgeous командасы болса PUBG Mobile ойынында жеңіске жетті. Жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз, ойыншыларға керемет ойын көрсеткені үшін және еңбектенгені үшін алғыс айтамыз. Турнир ойыншылар мен командаларға өзін көрсету үшін керемет мүмкіндік болғаны анық. Естеріңізге сала кетейін, іріктеу кезеңі 30 қазан мен 12 қарашада өтті. Ал жалпы жүлде қоры 5 миллион теңге. Естеріңізде болса, Сайбер алаң командасы да Қазақстан Республикасының күзгі кубогының өткен LAN финалында болды. Біз көңіл көтеріп қана қоймай, сіздер үшін арнайы контент түсірген едік. Видеоларды жақын арада шығарамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Әлімжан Вотсон Исламбеков бір тәулікте Dota 2-де 35 паблик ойнамақ. Бұл челленджді Ultimate Blogger бастап басқаларға ұсынған. Әлімжан нәтиже 28 қарашадан кейін шығады дейін. Бұл челлендж төзімділікті, ерік-жігерді қажет ететіндіктен өту оңай болмасы анық. Күні бойы 35 матч ойнау бұл физикалық және психологиялық тұрғыдан қиын. Оған қоса Dota 2 тактикалық ойлау мен командалық ойынды қажет етеді. Ойыншылардың марафонға қатысты қандай түйін жасайтыны бәрімізге қызық болып тұр. Рухи Sports PMGC 2023 турнирінен шығып қалды. Олар 25 және 26 қарашада өткен соңғы мүмкіндік кезеңінен өте алмады. Осы екі күнде бұл кезеңге шыққан 16 команданың тек 5-еуі ғана қалды. Қалай болғанда да біз ойыншыларды мақтан тұтамыз және алдағы ойындарда тек жеңіс тілейміз. Ал чемпионат жалғасып жатыр. Финал желтоқсанның ортасына жоспарланған. Естеріңізге сала кетейік, финалға 14 команда іріктеу арқылы және тағы 2 команда тікелей шақыру арқылы өтеді. Team Vitality CS2 бойынша Blast Premier Full Final 2023 чемпионатының жеңімпаздары. Олар финалда Face Clan командасымен бақ сынасып алға шықты. 2-0 есебімен аяқталған матч Матия Зайву Ербоны командасына $200,000 көлемінде жүлде әкелді. Face Clan екінші орын алып $85,000 иеленді. Ал Complexity Gaming және Cloud9 командалары 3-4 орынды иеленіп $40,000 ұтып алды. Cloud9 командасы CS2 бойынша Blast Premier Fall Final 2023 турнирінің жартылай финалын аяқтағаннан кейін Blast Premier World Final 2023 қатысу мүмкіндігіне ие болды. Жинаған ұпайлар санының арқасында Cloud9 командасы әлемдік финалда бақ сынасады. Кішігірім интрига болды десек, қателеспейміз, өйткені алдымен бұлттылар Team Vitality'ден ұтылып, турнирден шығып қалған еді.
Жартылай финалда Complexity Gaming Face Clan'нан жеңілгендіктен әрі қарай Cloud9 командасы өтті. Сондықтан біз қазір Cloud9-нан, әсіресе отандасымыз Абай Хасеновтен Абу-Дабиде 13 және 17 желтоқсан аралығында өтетін Blast Premier World Final 2023 ойындарында керемет нәтиже күтеміз. Турнирде 8 команда $1 миллион болатын жүлде қоры үшін бақталаспақ. Көрермендер Cloud9 командасының алдын ала дайындаған тактикасын ойын барысында көріп қойды. Blast Premier Fall Final 2023 турнирінің жартылай финал кезінде Cloud9 мен Team Vitality арасындағы матчта ұйымдастырушылар кездейсоқ екі команданың тактикалық жоспарларын көрсетіп қойды. Ішкі пайдалануға арналған эпизодтар чемпионаттың тікелей эфирінде көрсетілді. Ойын барысында Vitality командасы үшін сәтті раундтан кейін камера Шахар Flames Шушан мен Дан Apex Maddox'лердің реакциясын көрсетеміз деп, матчқа арналған жазбалар мен тактикалық жоспарлар жазылған дәптер кадрға түсіп қалды. Ұйымдастырушылар бұл кездейсоқ жайт дейді. Blast турниріне енгізілген жаңарту жаттықтырушылардың құлақ қаптарындағы камераға байланысты тағы бір осыған ұқсас жағдай болған екен. Ойын барысында ұйымдастырушылар Cloud9 жаттықтырушы Константин Грув Пикинердің құлақ қап камерасы арқылы ойыншылардың реакциясын көрсетіп жатқан кезде тактикалық жазбалар мен стратегиялар бар планшетті кадрға түсіріп алған. Эфир көрермендері құлақ қаптағы камераны кесірінен планшеттегі жазбалардың мазмұнын анық көрді. Хоббиттің командасы Blast Premier Full Final 2023-те Team Denmarkқа қарсы шоу матчта жеңіске жетті. Құтты болсын. Жарыс финал басталмас бұрын Нюк картасында өтіп, Dream Team 13-9 есебімен алға шықты. Команда құрамында Абай Хоббит Хасенов, Алексей Веролайнен, Данил Хеттрик Валитов, сондай-ақ Джусина Джиел Ликавичус және Джонатан Элидж Яблоновский өнер көрсетті. Естеріңізге сала кетейік, Blast Premier Full Final 2023-22 және 26 қараша аралығында Копенгагенде Рояль Арена алаңында өтті. Онда 8 команда $425 мың жүлде қоры үшін таласты. Хоббит енді капитан емес пе? Counter-Strike 2 бойынша Cloud9 командасының ойыншысы Абай Хоббит Хасенов капитандықтан толығымен бас тартып, бұл рөлді Кирилл Бумыч Михайловке берген мәлімдеді. Естеріңізде болса, ол ростерге бір ай бұрын қосылған еді. Бұл жаңалықпен Абай Blast Premier Full Final 2023 турниріндегі матчтан кейінгі сұхбатта бөлісті. Хоббит өзінің командалық ойыншы екенін және Thunder Peak All үшін IGL рөліндегі соңғы турнир болғанын атап өтті. Face Clan'ның алғашқы сәтсіздігі қатарынан 18 жеңістен кейін команда Blast Premier Full Final 2023 финалында Team Vitality'ден жеңіліп қалды. Бір қызығы қазан айының ортасында басталған жеңістер сериясы Team Vitality командасынан басталып, дәл осы командамен, яғни Team Vitality'мен аяқталды. Осы уақыт ішінде Face Clan 3 турнирдің чемпионы болды. Бұлар IEM Sydney 2023, Thunder Peak World Championship 2023 және CS2 Asian Championships 2023. Міне, Blast Premier Full Final 2023-те олар Team Vitality-ге қарсы финалдық ойында жеңіс тапты. Осылайша әсерлі винстрик тоқтады және әрі қарай не болары бәрімізге қызық. Нави командасының Blast Premier Full Final 2023 турнирінен шығып қалғаны біраз шу шығарған анық. Контент-мейкер Евгений Райс және стример Вадим Эвелан Казаков осы мәселе бойынша өз пікірлерін білдірді. Евгений жақында кеткен Александр Simple Костелевке команданың белсенді ростеріне қайтып оралмауға кеңес берді. YouTube-тегі видеосында ол Навиден көңілі қалғанын және Simple-сыз қызық емес екенін баса айтты. Айтпақшы, Сашаның орнына келген Wonderful атты ойыншы турнирдегі ойын үшін көпшілік алдында кешірім сұрады. Ал комьюнити Навидың дәуірі аяқталып, енді тұғырда бұлтылар болады деп жатыр. Ал сіз қалай ойлайсыз? Fisher студиясы CS2 бойынша Шанхайда өтетін 2024 жылдың екінші мейджорына трансляция жүргізу құқығын сатып алды. Бұл туралы компания өкілдері хабарлады. Келесі жылы Fisher барлық негізгі CS2 турнирлерін қамтуды жоспарлап отыр және комментаторлар мен студия қонақтары да трансляциялар жоғары деңгейде болады дейді. Шанхай мейджор 2024 желтоқсанға жоспарланғанмен әлі қай күні өтетіні белгісіз. Бірақ турнир PGL CS2 мейджор Копенгаген 2024 деңгейі екінші, ал Азия бойынша бірінші CS2 мейджор болады деп күтілуде. Жүлде қоры шамамен $1 миллион.
CS2 бойынша 2023 жылдың MVP кім? Бұл атауға үміткерлердің бірі Team Vitality құрамының мергені Матия Зайво Ербо. Соңғы 3 айда ірі турнирлерде үздік 20 командаларға қарсы ойында өнер көрсеткен ең мықты ойыншылар тізімінде көш бастап тұр. HLTV.org порталындағы статистика бойынша Ербоның рейтингі 1/27. Бұл нәтиженің арқасында ол өзінің тиммейті Лотан Спинкс Гиладиден бір қадам алда тұр. Үздік 10 ойыншылар қатарына шығыс Европалық екі киберспортшы да кіріп, 8 және 9 орындарды иеленді. Олар Валерий Бедваховский және Денис Электроник Шарипов. CS2-дегі G2 eSports-тың мергені Моноси өз армандағы команданы ұсынды. Илья Осепов Valve атқышы үшін ең жақсы команданы құрайтын ойыншыларды атап өтті. Ол өзінің Dream Team'іне G2-дегі екі тиммейтін Ника Ковач пен Неманью Хантер Ковачты қосты. Сонымен қатар құрамда Нави командасымен байланысты ойыншылар бар. Олар Валерий Бедваховский, Родион Фиерсмык және Александр Симпл Костелев. Өздеріңіз білетіндей, Саша қазір ойнамайды. Керемет жаңалық. Рэп жұлдызы Slim Shady немесе өздеріңіз білетін Eminem Fortnite пен коллаборациясын ресми түрде растады. Бұл туралы ол Twitterдегі ресми парақшасында жариялады. Ол жазбада 2 желтоқсанда Fortnite'та өтетін концерттің трек тізімін көрсетті. Орындалатын әндердің қатарында The Monster, Rap God, Venom және басқа хиттер бар. Дата-майнерлердің айтуынша концерттен кейін Eminemнің өзі ойында пайда болады және оның қарапайым, эксклюзив екі нұсқалы скині де шықпақ. Эксклюзив Marshall Magma скинін алу үшін ойыншылар 2 желтоқсанда өтетін Big Bang ивентіне қатысу керек дейді. Турнирлердің жаңа сериясын қабыл алыңыз. VK Play платформасы Enforce холдингімен және Ресейдің компьютерлік спорт федерациясымен бірлесіп VK Play лигасының басталғанын жариялады. Турнирлер 3 бағыт бойынша өтеді. Олар Dota 2, CSGO және Standoff 2. Жарыс ашық іріктеу және плей-офф сияқты екі кезеңнен тұрады. Командалар Legends, Master және Amateurs деп аталатын 3 дивизионға бөлінеді. Жүлде қоры дисциплиналарға байланысты әртүрлі болмақ. Тіркеу кезеңінен өткен барлық қолданушылар турнирге қатыса алады және плей-офф кезеңінің трансляциясын Рухаб тобынан қарауға болады. Ханзада Фейсал Ибн Бандар Аль-Сауд 98,16% дауыс жинап, Халықаралық eSport Федерациясының президенті болып сайланды. Ол ынтымақтастық, инновация және жаһандық тану кезеңінде федерацияны басқаруға қуанышты екенін және бүкіл әлем бойынша адамдарды біріктіру құралы ретінде eSporттың маңызды екенін атап өтті. Айта кетейік, бұған дейін бұл лауазымда румын Влад Маринеско болған еді. Ойыншылар қазірдің өзінде өз ойларын бөлісіп жатыр. Мысалы, Dota 2 бойынша Entity құрамының капитаны Дмитрий Фишман Полищук Риядта алдағы уақытта жүлде қоры $45 миллион құрайтын ірі турнир болады деген қауесет айтты. Біздің серіктесімізден керемет жаңалық. Осы күзде Kingston Fury Renegade DDR4 жедел жадының жаңа дизайнымен бөлісті. Бұл жад модульдері әртүрлі салалардағы жүйелердің өнімділігін арттыруға көмектеседі және eSports үшінде, жай ойын үшінде таптырмас құрал. Егер сізде біз сияқты киберспорт туралы контент жасайтын болсаңыз, мұндай техника сіз үшін өте пайдалы болары сөзсіз. Жаңа модульдер өнімділікті жақсартып қана қоймай, сонымен қатар пайдаланушыларға стильмен ерекшеленуге мүмкіндік береді. Компьютерде әдемі көрінетін графит және қара түстердегі жылу таратқыштар жүйенің оңтайлы өнімділігі үшін жылуды тиімді түрде жояды. Ал максималды өнімділікті бағалайтындар үшін жылдамдық секундына 5333 МТ-ға дейін көтеріледі. Kingston Fury компаниясы өнімділік пен керемет түс спектрін біріктірген инновациялық шешімдерімен өз тұтынушыларын қуантудан талар емес. Ал біздің сіздерге Kingston компаниясынан керемет сыйлығымыз бар. Ол тағы да сыйлықтар салынған сөмке. Естеріңізде болса, біз осындай сөмкені ойнатқан болатынбыз. Енді тағы да сіздерге сыйлауды шештік және бұл сөмкедегі сыйлықтарды тағы да бір рет көретін болсақ, ең басты сыйлығымыз ол осындай жедел жады. Сіздің компьютеріңіз үшін ойын ойнау барысында да өте таптырмас құрал болар анық. Келесі Kingston компаниясының логотипі бар блокнот және стикерлер. Осындай логотиптегі футболка. Электрон көрсеткіші бар, термос. Бұндай термос менде де бар, өте күшті. Және осындай нәски. Келесі сыйлықтар бізде мынандай телефон қоюға арналған құрал.
Kingston компаниясының логотипімен саптаяқ және қалам. Және сол аталған сыйлықтардың барлығы осындай сөмкенің ішіне салынып беріледі, және сіз бұның барлығын ұтып ала аласыз. Ең алдымен біздің YouTube арнамызға тіркеліп, сол тіркелгеніңізді растайтын скриншотты Instagramға біздің Cyberallan парақшасын белгілеп салуыңыз керек. Бірақ ескере кететін жайт, сіздердің Instagram парақшаларыңыз ашық болуы керек. Және конкурсқа қатысар болсаңыздар, осы шығарылымның астына мен конкурсқа қатысып жатырмын деп жаза кетіңіздер. Ал жеңімпазды біз келесі сәрсенбіде анықтаймыз. Қай ойынның жүлде қоры ең көп деп ойлайсыз? Әрине, бұл Dota 2. Ойынның барлық уақыттағы жалпы жүлде қоры $300 миллион асады. Біз сіздерге осындай талдағалы отырған зерттеуімізде осылай жазылған. Екінші орында Fortnite ойыны тұр. Онда жүлдегерлер Dota 2-ге қарағанда 2 есе аз. Ал үшінші орында 155 миллион тұратын кішігірім жүлде қорымен CSGO ойыны иеленген. Ойыншылар үшін қаражат тұрғысынан ең тиімді чемпионат 2021 жылғы интболға. Ал енді өсек тайм. Жақында белгілі киберспортшылардың бірі түнгі клубта ұсталып қамауға алынды. Бұл Counter-Strike 2 бойынша The Witcher командасының мүшесі Оуэн Смоя Баттерфилд. Ол бұл оқиға бойынша бірнеше күннен кейін ғана түсініктеме берді, бірақ болған жайттың себебін айтпай, жай ғана әзілмен күзетшілердің дене бітімі жайында Twitterде жазба қалдырыпты. Оқып беретін болсам, күзетшілер өте күшті, өздері де жақсы екен дейді. Бұған дейін ойыншы ұзақ уақыт бойы байланысқа шықпаған белгілі. Оның тиммейті Родион Фиер-Смиктің сөзіне сенсек, Смоя Швецияға Хаджиді қолдау үшін ұшып келіпті. Ал бұл жағдай туралы сіз не ойлайсыз? Біз Cyberallan командасы Қазақстандағы киберспортты дамыту және киберспортқа қатысты қазақ тілінде ақпарат тарату мақсатында апта сайын осындай жаңалықтар топтамасын шығарып отырамыз. Біздің шығарылымдарды жіберіп алмас үшін YouTube, Telegram арнамызға және TikTok пен Instagramдағы парақшамызға жазыла кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Аружан, келесі аптада кездескенше.